333 энергияның сақталу заңы. 3 минуттық видео, 3 тәжірибе, 3 әдіс. Мына жерде энергия сақталу заңы орын ала ма, алмай ма? Сол бізден Ньютонның маятнигі деп аталады. Түсінікті ма? Білесіздер, иә? Ол кеп қараңдар. Егер мына жіберіп қалсам, ол тұрақтың келесілігіне несін береді, энергия береді ма, бермей ма? Қараңдар, 1, 2, 3. Демек, дене қозғалған сайын мынау көтерілген сайын қандай энергия болады? Кинетикалық. Потенциалды энергия болады, иә? Ал екі дененің ортасында қандай энергия жүріп жатыр? Кинетикалық энергия. Кинетикалық энергия нәтижесінде неге айналады бізге потенциалды энергияға айналып жатыр. Демек, дене биік көтерілген сайын онда потенциалды энергияда, ал дене өзінің жылдамдығын беретін болса, онда кинетикалық энергия. Яғни ол деген сөз бізде энергияның сақталу заңын береді. Толық энергия тең екі бізде тұрақты болып қалады, иә? Мына жерде көрсетілген бізде допты су, иә? Потенциал допты біз басында не істейміз? Жай ғана жібере саламыз ба? Жоқ. Мен не істеп тұрмын? Мынаны күшпен жіберемін. Демек, ол дене барынша биік өтеді, дұрыс па? Демек, ол дененің несін айналып ауысып өткен бізде потенциалды энергиясынан жету үшін денеге жылдамдықты арттыру керек. Дене жоғарыға құлаған кезде кинетикалық энергия болса, қайтадан көтерілгенде потенциалды. Демек, ол бізде қайталанып отыратын процесс энергияның сақталу заңы деп аталады. Түсінікті ғой, иә? Мына жерде аттракцион көрсетілген, иә? Ана жерде мен допты жіберсем, мына жерде аттракцион не істеп тұр? Жоғарыда, төменнен жоғары қарай жылдамдықпен көтеріп жатыр, иә? Бұл жерде қандай энергия болады? Кинетикалық энергия. Енді қараңдар, потенциалды энергияға осы жерде ауысады. Көрдіңдер ма? Енді қайтадан төменге түскен кезде мына дене кинетикалық энергия. Қайтадан жоғары көтеріп жатқан потенциалды энергия. Яғни аттракцион бізде живой энергияның сақталу заңын көрсетеді. Түсінікті ма? Şimdi шағының таудың басынан түскен кезде де ол не? Энергияның сақталу заңы күшті болса, онда сендер естисіңдер ұзаққа барасыңдар, иә? Міне осы бізде энергия сақталу заңы деген бүгінгі тақырыбымыз осы.